мен айтқым келеді, робототехника тек техникалық және логикалық жарыстар ғана емес, ол жерде бұл біздің шыдамдылық пен өзіміздің сана сезіміміз сыналатын алаң деп айтсам болады. Мен бұл жарыстан не үйрендім? Мен көптеген нәрселерді білдім, көптеген нәрселер көрдім, жаңа достар таптым, жаңа орта құрдым. Білім мен еңбектің арқасында көптеген жетістіктерге жетуге, көптеген жерлерді аралап, өзіне деген бақыт сезім сыйлауға болатынын білдім. Менің есімім Мағжан Нұрасыл Дарханұлы, жасым 17-де. Қазіргі уақытта Түркістан облысы Қазырт ауданы Қазырт елді мекенінде тұрамын. Дәл осы жерде Қаныш Сәтпаев атындағы мектеп-лицейінің 10-ші сынып оқушысымын. Әкем Өскемен қаласының тумасы, анам осы Қазырт елді мекенінің қызы болып табылады. Мен 2023 жылдан бері Үстемов Нұрсұлтан және Орысхан Бексұлтан ағайлардың жетекшілігімен ашылған робототехника бойынша Қазырт құрама командасының мүшесі болып табыламын. 2 жылдан бері осы робототехникамен айналысып келе жатырмын. Біздің команда 2023 жылы құралды, яғни ол құрамға команда болғаннан кейін ауданның бірнеше мектептерінің оқушылары қосылды. Біз Греция мемлекетіне барған кезде бізден бөлек 49 мемлекет болды. Олардың барлығы алпауыт мемлекеттер, тәжірибелі, әлем чемпионатын көрген мемлекеттер. Ал бұл жарыс маған ерекше әсер етті. Себебі бұл менің ең алғашқы әлемдік додам. Шынымды айтсам, басында қысым болды, қобалжу болды, барлық команда қобалжу болды, қорқу болды, ұта аламыз ба деген сұрақ көкейімізде ойнады. Бірақ барлығы өзінің не үшін келгенін есіне түсіріп, ары қарай жұмыс жасауға кірісті. Ал мен үшін не мотивация болды? Мен осы қобалжыған кезде есіме осы қаншама үміт, қаншама сенім және туыстардың, ағайындардың, ата-анамның қолдауы есіме түсті. Және мен артымда тек өзім ғана жетістігім емес, қазақ елінің аты тұрғанын сезіндім. Сол арқылы алдыға қарай ұмтылуға тырыстық. Айта кетсек, біз 50 мемлекеттің ішінде сол жерде біз ерекше көзге түстік. Барлығымен достаса білдік. Қазақ туын кез келген жерде, көрінген жерде біз желбіретіп жүрдік, қазақ әнін шырқадық. Ең қуаныштысы, біз о жақтан жүлделі орындармен қайттық. Яғни айтсам, робогейм санаты бойынша біз әлем бойынша 4-ші орынға шықтық. Осы жарыста рейтингте 4-ші орынға отырдық. Және Қазақстан тарихында Альянс кубогын біз алып келдік. Яғни 3-ші орын алып келдік. Альянс кубогы бізде осы first жарысында 4 категория бар. Ол 4 категорияны айтатын болсам, негізгі құндылық, инновациялық жоба, робогейм және робот дизайн. Бұл Альянс кубогы робогейм санаты бойынша өтеді. Яғни айтатын болсақ, біз өзіміз Lego Spike Prime наборларының робот құрастырып апарамыз. Картада 15 миссия тұрады. 15 миссияның барлығын 2,5 минуттың ішінде қанша миссия орындадың, сонша очко береді. 1, 2, 3. Ойын басталды. Екі командамыздың роботтары миссияларды сәтті орындауда, сәтті жұмыс жасауда, әрине қателіктер болмады. Альянс кубогы ережесі мынандай болды. Біз басқа елмен бірігу керек болдық. Біз о кезде альянс құрдық. Жаңа Зеландиямен бірге бір альянс құрып, осы жарысқа қатыстық. Альянс кубогында біз екеуміз бірге 2 роботты бірден картаға жіберіп, очко жинау керек болдық. Және екеуміздің ортақ очкомыз ары қарай рейтингтен көтерілуге
мүмкіндік берді. Ең алғашқысында Альянс кубогында бізде 25 альянс болды. 25 альянстың бірінші топ 16-сын анықтау керек болды. Біз сол топ 16-ны анықтау барысында біз бірінші рейтингке шықтық. Топ 16-да бірінші орында тұрдық біз. Барлық елдерден басым болдық, және топ 16-дан бастап біз финалға дейін футбол таблицасы сияқты болды. Топ 16-да біз Япониямен кездестік, 1-8-де біз Германиямен кездестік, ары қарай көптеген алпауыт елдермен кездесіп, оларды жеңе білдік. Бірақ полуфиналға келген кезде біз өкінішке орай ұтылып қалдық, және 3-ші орынға таластық, бірақ 3-ші орынды біз сенімді түрде ұтып алдық. Және бұл екі команданың жемісі болғанымен біз үшін бұл жеңіс өте қатты маңызды болды. Себебі Қазақстан тарихында алғаш рет Қазығұрт командасы Альянс кубогын әкелді деген біз үшін мақтанарлық нәрсе болды. Өз елімізді осылайынан Греция мемлекетінде паш еткеніміз біз үшін мақтаныш болды. Біздің команда 2 жыл бойы еңбегі өте көп тәжірибе алдық, көптеген қызықты естеліктер қалды, көптеген оқиғалар өтті. Айта берейін ба? Бұл біздің доска почета десек болады. Бұл біздің команданың осы жарысқа қатысқалы бергі өзінің жетістіктері. Айтатын болсам, мен айтқандай, ол біздің 2 дүркін чемпионымыз біз. Осы бізге берілген флаг. Champions Award Түркістан регионалдың чемпионымыз. Ал төбеде көріп тұрғандарыңыздай Алматы ТЧК 2025 біз осы София қаласында, Грециядағы София қаласында жолдама ұтып алған сертификатымыз. Бұл сертификат біздің инновацион проекттен бірінші орын алғанымызды көрсетеді. Ал кубоктар туралы айтатын болсақ, біздегі 2 кубок Греция мемлекетінен алынған кубоктар. Оларды айтатын болсам, бұл кубок біздің робот дизайн санаты бойынша 3-ші орын алған кубогымыз. Екіншісі бізде бағана айтқанымдай біздің Қазақ тарихында алғаш рет алған Альянс кубогының кубогы 3-ші орын Қазақстанға алғаш рет әкелдік. Қалғандарын келетін болсақ, біреуі біздің осы Азия чемпионатында инновацион проекттен чемпион болғанымыздың кубогы, екіншісі оңтүстік First регионалдыкіде осы біз чемпион болғанымыздың кубогы. Ал ортадағы біздің командамыздың жетекшілерінің және біздің қоса бірлесе алған кубогымыз десек болады. Бұл жетістіктердің барлығы осы кішкентай кабинеттен шыққан, осы кабинетте дайындалып, осы жетістіктерді, осы кубоктарды ұтып алғанбыз. Робототехникаға қатысқалы мен өмірім түбегейлі өзгерді. Айтсам, көптеген достар таптым, көптеген жерлерді араладым. Өзім үшін өмірімде бірінші алғашқы болған заттарды көрдім, елдерді көрдім, ата-анамның үмітін ақтадым. Айтқым келгені ең бастысы осы білім мен еңбектің арқасында көптеген жерлерге жетуге болады, көптеген жетістіктерге жетуге болады. Тек шыдамдылық танытып, еңбектерін тоқтатпау керек. Мен қызығушылығымды айта өтетін болсам, мен ұйымдастырушылық жағынан қатты қызығамын. Және құрастыру жағынан, ұйымдастыру, осы робототехника саласына қатты қызықтым. 2 жылдан бері осымен айналысып келем. Менің арманым кез келген 11 сыныптың арманы сияқты 4 жылдық грант ұтып алу мемлекеттік және ата-ана үмітін ақтау. Ал алдағы мақсатым менің осы робототехника бойынша бізден бір саты жоғары тұрған категория, FTC категориясына өтіп, Хьюстон қаласында болатын әлем чемпионатында әлем чемпионы атану, осы Қазақстандағы робототехниканы жоғары деңгейге, яғни халықаралық деңгейге дейін көтеру. Менің ойымша, арманы айқын, мақсаты нық адамдар әрдайым алдыға қарай ұмтылады. Әрбір жасаған үлкен еңбектің артында үлкен жетістік, үлкен тәжірибе жатыр. Ал бұның барлығы командамен бірге жүзеге асатын болса, бұл үлкен бақыт деуге болады. Мен де осы жолдан тайынбай, алдыға қарай ұмтылуды әрдайым өзімнің мақсатым ретінде ұстаймын. Себебі бүгінгі күннің үлкен еңбегінде болашақтағы үлкен жетістік жатыр.